Оңтүстік Астанада сондай-ақ ұстаз мәртебесін көтеруге бағытталған инновациялық педагогикалық идеялар фестивалі өтті. Білім беру сапасын дамытуды мақсат еткен бұл іс-шара Олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжін ұйымдастырылды. Фестиваль аясында қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінен бастап физика, математика, жаратылыстану, тарих, құқық және дене шынықтыру пәндерінің педагогтері өз әдіс тәсілдерін ортаға салып, жаңашыл идеяларын бөлісті. 15 мектептен келген қазір педагогтар отыр. Өздерінің әдіс тәсілдерін, идеяларын осы фестивальда көрсетеді. Сондықтан әрине бұл жоба, бұл іс-шара өте педагогтар үшін және осы балаларымыздың ары қарата білім сапасын арттыру үшін өте қажетті бір маңызды алам көп есептеліп жатыр. Байқауда ұсынылған жобалар педагогикалық идеялардың өзектілігі мен білім беру жүйесіне ықпалы тұрғысынан бағаланды. Қатысушылар өз жұмыстарын таныстырып, кәсіби шеберліктерін көрсетуге мүмкіндік алды. Мұндай іс-шаралар білім беру сапасын жаңғыртуға ғана емес, педагог мәртебесін арттыруға да үлес қосады дейді қатысушылар. Менің бұл педагогияға қатысудағы мақсатым физиканы тереңдете оқытып, балаларға жаңашыл программаларды, порталдарда физиканы тереңірек ұғындырып, жаңа бағдарламаларды ұсынамын.